Қыздар, ассаламу алейкум. Бүгін бізде жаңа тақырып. Бұл тақырыптың аты душа, яғни жан әлемі туралы сөйлесеміз бүгін. Сіздер бұл тақырыпты маған дейін зерттеп көрдіңіздер деп ойлаймын. Маған дейін өзіңіздің жалпы біліміңіз бар деп ойлаймын. Бірақ сіздердің бар біліміңізді кішкене ғана толықтырғым келіп отыр. Жалпы душа қай жерде деп ойлайсыздар? Қандай болсын адамнан сұрасаңыздар, ол мына жерін көрсетеді, жүрек тұсын көрсетеді. Неге? Себебі біз жылаған кезде, қайғырған кезде, бізге қатты больно болған кезде, біз осы жерді ұстап, осы жеріміз бір күйдіріп бара жатқан сияқты қатты ауырады. Яғни біздің душамыз шамамен осы жүректің айналасында, жүректің жанында екен. Енді қараңыздаршы, Аллаға апарар жол өте көп. Біз тек бірақ жолын ғана үнемі, бірақ каналды ғана қолданамыз. Ол дұға деген канал, ол дұға деген жол. Бірақ Аллаға деген жол, қыздар, өте көп. Ол ораза, намаз, дұға, садақа беру, біреуге жақсылық жасау, біреуге советіңізбен көмектесу, біреуге күлімдеу, тамақ ішуіңіздің өзі ол Аллаға апарар жол болып есептеледі. Себебі сіз зікір айтыңыз, сіз зікір айтудың жолы ол Аллахқа апарар жол. Негізі. Сондықтан ұмытпаңыздар, тек дұға сұрау ғана емес, жалпы сіздің әрбір істеген халал ісіңіз, әрбір адал ісіңіз ол Аллаға апарар жол. Осы дүние жүзінде 8 миллиард адам бар. 8 миллиард адам бар, және 8 миллиард тыныс бар. Яғни 8 миллиард адам тыныс алып жатыр. Дәл сол сияқты осы әрбір адамға 8 миллиардтың ішінде Аллах Тағала әрқайсына тиесілі мінез құлық, әрқайсына тиесілі талант ойлап тапқан. Сол сияқты өзіңіз ерекшесіз. Өзіңізді ерекше сезімден дым ұялмаңыз. Себебі ерекше болу, қыздар, ол нормальный нәрсе. Өкінішке орай, біз кішкене ерекшелене бастасақ, өзіміздің мына душамыз қалап тұрған нәрсені істесек, бізді ой осындайсың, мындайсың деп басып тастайды. Неге? Себебі қазіргі мына қоғам, қазіргі әлем ерекшеленетін адамдар жақтыртпайды. Олар ойлау керек, болды, стандарт красоты бар, сен сомен жүру керексің. Толық қыздар айтады, ой, сен фигураңды дұрыстасайшы, 90-60-90 болсайшы деген сияқты айтады. Бірақ қыздар, біз стандартқа сай келуге міндетті емеспіз. Аллах Тағала мүмкін сізді сондай ерекше қылып жаратты, болды, сонда ерекше болыңыз. Дәл сол өзіңіздің ерекшелігіңізбен керекті адамды өзіңіздің өміріңізге қаратып ала аласыз деген. Басқа біреуге ағымға қатты еріп кетпеңіз. Өзіңіздің мынау ерекшелігіңізді изюминка дейді, соны жоғалтып алушы болмаңыздар. Әрбірімізде ерекше мінез бар. Біреуміз қатты қырсықпыз, біреуміз қатты тұйықпыз, біреуміз қатты веселыймыз. Дәл осы ерекшелігімізбен, қыздар, біз Аллахқа ұнамдымыз. Сондықтан осы өзіңіздің мықты қасиетіңіздің бірін жоғалтып алмаңыздар. Басқа біреуге ұнаймын деп, басқа біреуді өзіме қаратамын деп, өзіңізге тиесілі емес қасиетті бойыңызға қондырмаңыз. Қандай сондай етіп өзіңіз қабылдаңыз. Егер сіз өзіңіз қабылдасаңыз, басқалар да сізді қабылдайды. Нәпсіні біз алдыңғы тақырыпта айттық, және де нәпсі, қыздар, ол біздің душамыздың өзгермейтін, өлмейтін, біз тірі болып жүргенге дейін бізбен бірге болатын, өзгермейтін сондай бір бөлігі болып табылады. Сондықтан онымен өмір сүріп үйренуіміз қажет, нәпсімен дос болуымыз қажет. Оны контрольда ұстай аламыз, тазалай аламыз, үнемі басқарып отыруымыз қажет деп мен алдыңғы тақырыпта сіздерге айтқан болатынмын. Бірақ нәпсіні үнемі ой болды, нәпсі жаман демеңіздер. Нәпсінің жақсы жағы да болады. Көрдіңіздер, деңгейлер бойынша бөлінген кезде жаман жағы да болады. Любой сіздің характеріңіздің, мысалы қырсықтығыңыздың жаман жағы да бар, жақсы жағы да бар. Тұйықтығыңыздың жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Соны ұмытпаңыздар. Ең бастысы ол осы ситуацияда қырсықтығыңыздың қай жағын қолданғыңыз келеді, соны қолданыңыз. Бәрібір сіздің өзіңіз бір не очень деп санайтын қасиетіңіз бәрібір сізді осы өмірде өте жақсы құтқарды. Біз пенде болғандықтан идеальный емеспіз, соны түсініп алыңыздаршы. Әсіресе осы тақырып қазір синдром отличницы деген болса, сізде сондай установка, яғни только бес алу керек, қате жасамау керек, бәрін дұрыс жасау керек деген сияқты синдром болатын болса, немесе перфекционист болсаңыз, төрт бұрыштар ғана тұру керек мына жерде только домалақ тұру керек, бәрін идеально жасау керек деген адам қатарынан болсаңыз, қыздар, сіздер уже бітті, өлі адамсыз. Тірі өліксіз да осы дүниеде жүрген. Сіздер түсіну керек нәрсе идеальный тек Аллах. Когда сіздер, қыздар, бәрін дұрыс жасағыңыз келген кезде, бәрін идеально жасағыңыз келген кезде, сіз Құдаймен жарысып кетеді екенсіз, оказывается. Сіз Құдайға айтасыз, мен сенен де қазір идеальный қылам. Сен мынаны дұрыс жасаған жоқсың, қазір мен бұны идеальный етем. Мен идеальный істеймін. Мен күшті қылып істеймін деп Құдаймен жарысып кетеді екенсіз. И вот сол үшін көп жерде Аллах Тағала қаншама сізге есіктерді жауып тастайды, ризықтың каналын жауып тастайды.
жасайды. Сіз деген жаңағы жұмыста бәрімен қырқысып шығасыз, иә, отбасыңызда быт-шыт. В общем, қаншама сфераның бәрінде жолыңыз жауып тастайды Аллах тағала. Себеп сіз мына дүниедегі өзіңіз сияқты пендемен емес, жаратушымен жарысып жатсыз да, бұл өте үлкен жаңағы өзіңіздің құрдымға кетеріңіздің белгісі. Сондықтан идеальный перфекционист болмаңыздар, қыздар. Қолыңыздан қазір не келіп тұр, соны жасай беріңіз, болды. Идеальный жасау ешкімге ол міндеттелмеген негізі. Идеальный тек Аллах. Соны өзіңізге үнемі айтып отырыңыз. Когда бір нәрсені қатты идеальный жасағыңыз келсе, мен пендемін, мен қателік жасауға құқылымын, мен жай ғана әлсіз пендемін. Идеальный тек жаратушы деп өзіңізге, идеальный менің Раббым деп айтып отырыңыздар. Просто біз егер қыздар көріңіз, қатты жарысып кетеміз да Құдаймен, Құдайдың рөлін алып аламыз абайсызда. Когда бізге біреу замечание жасайды ғой, сен что-то естіп кеттің, бүйтіп кеттің деген кезде, сіз жаңа патшаның рөлін алып алғандықтан, сіз ой, қайдағыны айта бермеш, бұл мен просто осыны естіп істеп жатырмын деп өзіңізді ақтап алып отырасыз да, хотя күнәға бата бересіз. Басыңызға өте көп ауыр сынақтар келе береді. Не үшін Аллах тағала сынақ береді? Чтобы сіз түсіну үшін. Негізі сынақтар, когда бізде бәрі жақсы болған кезде ғана келеткен да, байлық бар, бүкіл сферада өміріңіздің бәрі күшті болған кезде. Не үшін береді Аллах тағала? Сіздің қарапайымдылығыңызды сақтап қалу үшін береді. Любой сынақты, қыздар. Любой жерде Аллахқа деген сіздің мұқтаждығыңызды Аллах тағала соны сақтап қалу үшін ғана береді. Осы есіңізде болсын. Көп жерде, қыздар, біз жаңаға перфекционист болып кетеміз шынымен ақ. Осымен өзіміздің душамызды жыртып алады екенбіз. Біздің душа жыртылған кезде ол Аллах деп жылайды екен, кәдімгі душамыз кәдімгі жылайды. Оны біз қалай білеміз? Біз стресске кіріп кетеміз, ашуға кіріп кетеміз, өзімізді жей береміз кәдімгідей, депрессияға, апатия дегеніміз, қыздар, когда потеря болып кетесіз. Прям вообще өмірдің мәні, не үшін өмір сүріп жүрсіз? Ана келетқан мақсатыңыздан бас тартып кетесіз резко. Жалқау болып кетесіз резко, түк істегіңіз келмей қалады да, барлық адамның көңіліңіз қалып кетеді кәдімгідей, бәрін жүк көріп кетесіз, түк те уже жасағыңыз келмей қалады да, просто и все. Просто бір единственный бір выход өлу ғана болып көрінеді сізге. Вот реально. Осы кезде, қыздар, біздің душамыз жыртылып жатыр деген сөз. Ол неге болды? Неге біздің душамыз жыртылып жатыр? Себеп сіз Аллах туралы оған білім беріп жатқан жоқсыз, Аллахпен жарысып жатсыз, Құдайдың рөлін алып алдыңыз, өзіңізге өте көп жауапкершілік алып алдыңыз, және перфекционист болып кеттіңіз. Вот осы кезде, қыздар, біздің душамыз жыртылып Аллахты аңсайды екен. Келесі, сол үшін, қыздар, қараңыздар, біз мысалға намаз оқимыз, намазды оқыған кезде бізде жаңағы бетіп Аллаху акбар деп осындай движениялар жасаймыз ғой, қозғалыстар, сәждеге барамыз, кәдімгі рукуғке барамыз деген сияқты, немесе жаңа қолымыз жайып дұға сұраймыз, бүйтіп болсын зікірді айтамыз қолмен деген сияқты. Яғни біздің осы денемізбен біз құлшылық жасап жатырмыз Аллахқа, бірақ душамызбен жасамаймыз, душамызбен ұмытып кетеміз. Сол үшін, қыздар, душамызбен сәжде жасауды ұмытпаңыздар Аллахқа. Яғни сіздер Аллахқа кәдімгі всей душой сенулеріңіз керек. Чтобы сіздің душаңыз жыртылып кетпес үшін, ол Аллах деп аңсап жыламас үшін, аптасына бір рет болсын Аллах туралы әңгіме естуіңіз керек. Бір рет болсын аптасына зікір айтып тұруыңыз керек. Бір рет болсын уағыз тыңдап тұруыңыз қажет. Бір рет болсын сондай бір орта қалыптастырып, қыздармен, который Аллах туралы, дін туралы айтатын сондай қыздармен кездесіп, сол мына душаңызға кәдімгі кайф беріп тұруыңыз керек. Себебі біздің душамыз бәрібір Аллахты бүйтіп іздеп тұрады екен, все время іздеп тұрады. Сондықтан сіз оған Аллах туралы білім бермеген кезде, Аллах туралы әңгіме бермеген кезде, ислам діні туралы жаңа білім бермеген кезде, сол үшін ол депрессияға сізді түсіреді, жалқаулыққа түсіреді, әртүрлі сіздің мына құрдымға сізді кетіре береді. Себебі ол Аллахты аңсайды, сіз бермейсіз. Неге біздің душамыз Аллахты аңсайды? Себебі ол Аллахтан келіп тұр. Сіздің мына денең жаратылмай тұрып, сіздің мына душаңыз жаратылып қойды да, уже көрдіңіз ба? Сол үшін біздің душа үнемі Аллахты іздеп аңсап тұрады екен. Сондықтан барынша Аллах туралы білімді сіз алу керексіз, қыздар. Оны душамыз аңсап тұрады екен. Душамыз рахаттану үшін, яғни біз просто, қыздар, кәдімгідей душамызға үнемі Аллахтың білімін беруіміз керек. Енді қараңызшы, қыздар, ең бірінші сүре Құранда ашқан бетте ол Фатиха сүресі болып табылады. Фатиха сүресі. Фатиха сүресі айтады, егер сен дұғаңның орындалғанын қаласаң, дейді, просто Фатиха сүресін оқы да, дұғаңды сұрай бер дейді. Сол кезде дұға бірден орындалады деп айтады екен. Енді біз Фатиха сүресін алып қарасақ, сол жерде сырат-аль мустақим деген жаңағы бір фраза бар да, и сол, оказывается, орысшаға аударылған кезде
путь избранных деп аталады екен, иә. Яғни қыздар, біздің жол уже ерекше адамдардың жолы болып есептеледі. Себебі біз Аллах тағаланың тура жолындамыз. Аллаға шүкір, альхамдулиллах деп қойық. Және де сол жерде сырат аль-мустақим дегеніміз, яғни о Аллах, мені тура жолға сала көр деп біз Фатиханы әрдайым айтқан сайын, біз Аллахтан солай уже сүреде уже дұға сұрайды екенбіз. Аллах тағала мені жаңағы адасушылардың жолынан алып, мені тура жолға сала көр деп уже дұға жасап жатырмыз. Көрдіңіз ба? Яғни әрбір сүреде, әрбір аятта Аллах тағала уже біз сұрайтындай уже сөздерді салып қойған. Яғни сол үшін әрбір сүренің соңында әмин деп айта беріңіздер. Әрбір сүрені оқып болғаннан кейін дұға айтуды ұмытпаңыздар. Яғни біз уже Аллахтан сұрап жатырмыз деген сөз, иә. Біз яғни тура жолда болуымыз қажет. Аллах тағаладан үнемі тура жолды сұраңыз. Даже осы жерде көптеген қыздар ата-анасын өзгерткісі келеді. Қыздар, ешқандай лекция оқымаймыз, әке-шешемізді үйретпейміз, өзіміз бала рөлінде қаламыз да, просто әке-шешеміз үшін дұға сұраймыз. Аллахтан сұраймыз: о Аллах, менің әке-шешемді тура жолға сала көр деп сұраймыз. Болды. Себебі иманды беруші бір Аллах, соны ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, қыздар. Егер де сіздер өзіңіздің жолыңызды танып, зерттеп, кәдімгідей жаңағы таппасаңыз, онда сіз мынау талпамен өмір сүресіз. Яғни бәрі кредит алып жатса, сіз де аласыз, бәрі бір жаққа жүгіріп жатса, сіз де жүгіріп жатасыз. Яғни автопилотта өмір сүретін боласыз. Яғни өзіңіздің армандарыңыз болмайды, біреудің арманымен өмір сүресіз кәдімгідей. О, мынау лекция алғысы келеді екен, мен де лекция алғым келеді. Сондай мен де деген болып кетеді. Ерекшеленуден қатты қорқатын боласыз, армандаудан қатты қорқатын боласыз. Бір идеяны іске асырғыңыз келеді, бірақ ой, анау не дейді, мынау не дейді, вдруг күледі деген сияқты өте көп сондай қорқақ болып қаласыз. Керек емес жерде өте көп қорқыныш болып кетеді, өкінішке орай, сіздерде. Поэтому қыздар, сіздерге айтарым, өзіңізді бір ерекше тұлға ретінде көрсетуге, ерекше тұлға ретінде танытуға әлемге қорықпаңыздар. Бұл қорқыныш сізден қайдан пайда болады? Когда сіз өзіңіз танымаған кезде. Бірақ айтады, өзін танымаған пенде Құдайын танымайды деп айтады. Сондықтан өзіңізді қаншалықты зерттейсіз, сол кезде сіз Аллах тағаланың бар екеніне көзіңіз жетеді. Аллах тағаланың мейірімі шексіз екендігіне, сізді қатты сүйіп жақсы көретініне көзіңіз жетеді каждый раз. Поэтому жеке тұлға болып қалыптасу үшін, қыздар, өзіңізді зерттеңіз и Аллахты зерттеңіз міндетті түрде. Аллахты зерттей келе сіз түсінесіз, что бүкіл Аллахтан қамқорлығы мен махаббаты, құдіреті сізге салынған екен уже. И соны ойлайсыз, осындай Аллах тағаланың бүкіл сипаты менде бар бола тұра, қалай мен өзімді жаңа қолынан түк те келмейтін бір пенде сезінемін деген сияқты. Сіз уже ерекшесіз, уже суперсіз получается, Неге біз білім аламыз? Неге семинарларға қатысамыз? Неге курстарға қатысамыз? Просто бізге кішкене ғана сол бар білімімізді, бар қасиетімізді кішкене бір көтер жүру керек болды. А так біз уже суперміз. Бізге просто еще супер болу керек болып тұр, Енді қараңыз, қыздар, сіз өзіңіздің жаныңызды, яғни біздің душамызды, өзіміз, нәпсімізді, душамызды бағындыра алмасақ, онда біз басқа біреулерге еліктеп, осындай болсам екен, мен осының өмірін қалаймын, осы сияқты машина алғым келеді, осы сияқты байығым келеді деп еліктеп жүре береміз. Басқа біреудің арманын өзімізге арман етіп алып аламыз да, хоть оны душамыз қалап тұрмаса да жүре береміз. И солай өміріміз өтіп кетеді. Хотя потом кәрі кезімізде ойланамыз, негізі мен мына машинаның көк цветін емес, ақ цветін хотела деген сияқты сондай өкініштер келе бастайды. Кәрі кезімізде өкініштер келмес үшін өзіңізді қазірден бастап танып бастыңыз. Басқа біреудің арманына қызықпаңыз. Просто үнемі сұраңыз, бұл менің арманым ба, жоқ әлде мынаның арманы ма, менікі ма, жоқ әлде ананікі ма деген сияқты, Үнемі сұрап отырыңыз. И өкінішке орай, қыздар, когда сіздер біреуге еліктеп өмір сүрген кезде, сіз даже өзіңіздің туған балаңызға пример бола алмайсыз, үлгі бола алмайсыз. Сіз ешкімге үлгі бола алмайсыз, сізді ешкім сыйламайды да. Сіздің не атағыңыз шықпайды, не тұлға болып қалыптаспайсыз да. Сіздің орныңыз өте сондай бос болып өтеді, өкінішке орай. И қараңыздар, Аллахқа жақындаудың ең бірінші және маңызды жолы ол просто өсек айтудан бас тарту, жамандаудан бас тарту, біреуді осуждать етуден бас тарту, біреудің қалтасын санаудан бас тарту, және де мағынасы, маңызы жоқ, сізге пайдасы не мына дүниеде, не ақыретте пайдасы жоқ істерден просто бас тарту. Осы Аллахқа жақындау болып есептеледі. Даже намаз емес, көрдіңіз ба? Ең бірінші осындай болмайтын, сіздің уақытыңызды бет алды алатын іс пен сөзден бас тарту, ол Аллахқа жақындау болып есептеледі екен.
И қараңыздар, сіз өзіңізге сұрақ қойыңызшы, просто бір сұрақ қойыңызшы. Сіз душаңызға күн сайын, минут сайын, сағат сайын, ай сайын, апта сайын, жыл сайын қандай азық беріп жатырсыз? Душаңызды немен толтырып жатсыз? Мысалға, өсекпен ба, бос сөзбен ба, немен толтырып жатсыз? Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Немен толтыруға болатын еді? Егер ол жаман, негативді нәрселер болса, оның орнын немен толтыруға болады? Толтырыңыздаршы, күн сайын зікір айтыңыздар, истихбар айтыңыз, тәубе, Аллахтаған мадақтап жүріңіз, жүрген жеріңізде кәдімгідей уағыздар тыңдаңыз барынша, Аллах туралы әңгімелер тыңдаңыз, кітаптар оқыңыз, кәдімгідей сүрелер жаттаңыз. Бұның бәрін істеген кезде, қыздар, душамыз біздің кәдімгідей жайбарақат танытып, кайф алады екен. Даже просто Аллах туралы білім болмаса да, жалпы сіздің осы дүниеде дамуыңызға алып келетін білімнің өзі, рухани білімнің өзі душамызға кайф сыйлайды екен кәдімгідей, Енді қараңыздар, бұл әлем және де әрбір осы дүниедегі әрбір жаратылыс, даже сіз, ол Аллахтаған 99 есімінің сипаты на самом деле. Әрбір жаратылыс арқылы Аллахтағала өзін сізге танытқысы келеді, өзін көрсеткісі келеді, қыздар. Осы естеріңізде болсын, әрбір қыздар нәрсе бұл Аллахтаған шеберлігі. Әрбір пенде, жаратылған пенде бұл Аллахтаған шеберлігі, бұл Аллахтаған құдіреті на самом деле. Енді қараңызшы, үнемі сізге айтарым, жаратылыстан жаратушыны көріп отырыңыз. Мысалы, сіз бір машинаны көрдіңіз, әдемі да, өте күшті, Аллахқа мадақ айтыңыз. Каждый раз әдемі нәрсе, әдемі адамды, әдемі бір құбылысты көрген кезде Аллах бүкіл мадақ мақтау тек саған тән деп айтып жүріңіз. Яғни сіз Аллах тағаланың қаншақты құдіретті екеніне, қаншақты шебер екеніне тамсанып отырасыз. Бұл ең керемет нәрсе, который сіз үнемі жасап отыратын қыздар. Қараңыздар, Аллаға біз мадақ айтқан сайын жақындаймыз. Аллах тағаланы сіз қалай көресіз? Егер Аллах тағаланы добрый, щедрый, күшті деп көретін болсаңыз, Аллах тағала сізге солай өзін танытады. Егер Аллах тағаланы ол әділетсіз, осындай деп жаман көретін болсаңыз, сіз тек сынақ қана аласыз. Поэтому өміріңіздің қандай болғанын қалайсыз, Аллах тағаланы солай көріңіз. Аллах тағаланы солай мадақтаңыз, хорошо, ұмытпаңыз. Қалай мадақтаймын десеңіз, просто Google'дан Аллах тағаланы 99 есім деп тересіз, болды. Аллах тағала сен дұғаларды қабыл етуші, сен есептеуші, бәрін беруші, ризық иесі, байлық иесі, вот осы мадақтау болып есептеледі бізде. Біздің душа Алладан алыстаған кезде, қыздар, рухани білім алмаған кезде, оны толтырмағанда кәдімгідей қатты жылайды екен. Пожалуйста, Аллаға жақындатшы, мен Аллах, мен сен сағындым деген сияқты жылайды екен кәдімгідей. Сондықтан рухани азық беруді ұмытпаймыз душамызға, Сол үшін, когда біздің душамыз, қыздар, жыртылып жылаған кезде, сол кезде бізде өмірде проблемалар, сынақтар басталады. Егер проблема мен сынақтың бірден шешілген қаласаңыз, бірден діни білім алып бастаңыздар, және уағыз тыңдаңыздар, сурет тыңдаңыздар, Құран қосып қойыңыздар үйге міндетті түрде. Сол үшін біздің душамыз тағы да жыртылып жылайтыны, қыздар, біз өзімізге өте көп жауапкершілік алған кезде. Яғни қараңыз, мысалы, сіз жұмыс істейсіз, бір курс бересіз делік, ол курсқа өзіңіз реклама жасайсыз, өзіңіз маркетингін жасайсыз, өзіңіз тіркейсіз, өзіңіз инстаграм парақшаны жүргізесіз, бәрін өзіңіз істейсіз да. Вот сол кезде сіздің душаңыз жыртылады. Себебі керекті нәрсеге уже уақыт жоқ, демалмайсыз. Өзіңізге рухани да, тән жағынан да демалыс бермейсіз. Көмекші алуға болады да, хотя 50 000 теңге, сіз қимайсыз да соны. Делегирование деген нәрсе жоқ. Сондықтан барынша жауапкершілікті, даже сіз мысалы ер адамыңыздың үйдегі мысалы продукт алып келу керек та, бірақ сіз алып жатсыз соны, олай болмайды. Әркім өзінің жауапкершілігін жасау керек. Яғни сіз әйел адам бола тұра, ер адам жауапкершілігін алмауыңыз керек. Егер албасаңыз, осы кезде душамыз тағы жылайды на самом деле. Енді қараңыздар, қыздар, бізге Аллах тағаланың білімі үнемі қажет. Неге десеңіздер, оны қалай білем десеңіздер, Аллах тағала әрбір үмбетке пайғамбарлар жіберіп отырды. И осы арқылы Аллах тағала уже дәлелдеп берді. Яғни менсіз сендер ешкім емессіңдер. Менің білімім сендер ешкім емессіңдер деді. Яғни әр үмбетке бір пайғамбардан жіберді. Ертең әр пайғамбар айтады, міне мен келдім осы үмбетке деп. Дәлел уже бар да, что біз Аллах тағаланың білімсіз өмір сүре алмайтындығымыз.
Ең пайдалы білім, қыздар, ол қажеттіліктерімізді жаба алатын білім болып есептеледі. Сондықтан қандай болсын білімді алған кезде, қандай болсын курс сатып алған кезде өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мысалы, қазір мен тұрмыс құрғым келеді. Значит, мен тұрмыс құру үшін сондай курстар алуым қажет. Менің қазір қарызым бар, сол қарызды жабу үшін сондай тақырыпта курстар алуым қажет. Яғни менде қазір қандай қажеттілік бар, соған байланысты мен курсты алуым қажет. А не так там эмоциямен әйтеуір ала беру керек емес. Егер де мен эмоциямен алатын болсам, опять мен душам жылайды. Егер мен мені душам сұрап тұрған курс алатын болсам, ол курста мен 100% нәтиже шығара аламын, бір Аллахтың көмегімен. Егер де сіздер нәтиже шыға алмай жатқан болсаңыздар курстан, онда сіз оны эмоциямен, душаның қалауымен емес алып жатырсыздар. Душаның қалауымен алынған әрбір курс берекелі болады, қыздар. Душаның қалауымен алынған әрбір зат берекелі болады. Душаның қалауымен жасалған әрбір таңдау берекелі болады сіз үшін. Біздің ең үлкен мақсат, қыздар, және ең үлкен парыз ол осы душамызбен тәніміздің бақытын біз қамтамасыз етуіміз қажет. Мысалы, тәнге қандай бақыт бере аламыз біз? Уход жасаймыз, денсаулығымызға қараймыз, а душамызға біз рухани білім беру арқылы. Енді қараңыздар, өзімді қалай өзгертемін? Өзімізді өзгерту үшін иман мен сенімді қалыптастыруымыз қажет. Оны қалай қалыптастырамыз? Яғни Құдайға сенуіміз қажет, бәрін Құдайға тапсыруымыз қажет. Ризық барлығы бір Алладан екен. Біз тек құлмыз, Аллах тағала біздің жаратушымыз. Ол бізге ненің керектігін біледі. Сондықтан Құдайға сеніп, тек дұға жасап, әрекетімізді жасап жүре береміз. Келесі, басқаларға жақсылық жасауымыз керек. Одан кейін оның жауабын күтпейміз. Қазір мен аған жақсылық жасадым, енді маған жасайды деген сияқты. Олай емес. Жақсылықты күтусіз, безвозмездно дейді, солай жасауымыз қажет. Просто жасаймыз, Аллах разылығы үшін болды. Қайтса тек Аллахтан ғана қайтады деген сияқты. Мысалы, сіз садақаны берген кезде, мен қазір бұған садақа берем, кейін маған береді демейсіз ғой, тура сол сияқты да жақсылық жасау керек. Қайтарымсыз. И адамдарды жақсылыққа шақырамыз. Яғни шақырған кезде лекция оқып, жамандап бүйтіп кетпейміз. Ескерту айтып, қатты оны напрягать етіп кетпейміз. Яғни біз жақсылыққа шақырған кезде давайте мынаны жасайық, бірге жасайық деп өзіңіз үлгі ретінде көрсетуіңіз керек, өзіңіз үлгі болуыңыз керек. Сол кезде адамдар сізге қарап, сіз сияқты болғысы келеді да, и сізден сұрайды, мен көмегім керек па, мен қалай сен сияқты боламын. Вот осы кезде сіз жақсылыққа шақырып жатсыз деген сөз. Өзіңіздің примеріңізбен үнемі көрсетіп отырыңыз. Қалай жақсы адам болуға болады, қалай жақсы өмір сүруге болады деген сияқты. Мысалы, біз хиджабта болғандықтан көрсете аламыз. Міне хиджаб киіп отырып, миллионерша болуға болады. Хиджаб киіп отырып, бай болуға болады деген сияқты. Сол үшін адамдар орамалдың ақша табуға кедергі емес екенін түсінеді. Осылай пример болсаңыздар болады. Келесі, сабырлық таныту. Сабырлық таныту, қыздар, бұл өте маңызды нәрсе. Яғни сабырлық дегеніміз, көркем мінезімен сіздерге бұны тағы да нақтырақ айтатын болам. Жалпы сабырлық, қыздар, қай уақытта келеді? Ол уақыт өте келе, оны кәдімге тренировка жасап келеді. Мысалы, ашуыңыз келіп тұрған кезде соны ұстай біліңіз. Вот осылай ұстап, сіздер сабырлыққа келесіз. Мен үнемі осы сабырлыққа келетін кезде қатты ашушаң адам болатын. Мен өзімді былай үйреттім. На все воля Аллаха. Аллах, яғни осылай қалап тұр. Аллах осының осылай болған қалап тұр. Болды, мен не істей аламын? Болды, на все воля Аллаха деп өмір сүрем да. И сол кезде сабырлық маған солай келді негіз. Бәрібір мен қолымнан келмейді. Егер қазір осы ситуация мен басыма беріп тұрсақ, дәл қазір осы жағдай болып тұрса, яғни бұл жерде Аллах тағаланың бұйрығы бар, бұл жерде Аллах тағаланың қалауы бар. Болды, мен тек бағынам. Себебі Аллах тағала менің жаратушым деп. Және де көптеген адамдар потенциал дегеніміз не деп сұрап жатады. Потенциал деген ол біздің қабілет. Қолымыздан не келеді, қалай табысқа шыға аламыз, қалай өзімізді осы дүниеде аша аламыз деген сұрақтар болады. Яғни қыздар, потенциалды шығару үшін біз барымызбен бөлісіп үйренуіміз қажет. Білім бар ма? Бөлісіңіздер. Мысалы, байқасаңыздар, мен прямой эфирлар да жүргіземін тегін, посттар да жазамын, стористар, яғни білгенімді бөлсем. Сол сияқты сіздер білгеніңізді бөлісіңіз. Тамағыңызбен бөлісіңіз, киіміңізбен, ақшаңызбен бөлісіңіздер, тегін. Пайдалы болуымыз қажет. Яғни қай жағдайда? Барлық жағынан. Отбасыңызға да, басқа адамдарға да, жалпы осы әлемге де пайдалы болуыңыз қажет. Мысалы, қараңыз, сіз пирожки жеп тұрсыз, и бір ит жүр. Сол итке тағы бір пирожки сатылып беріңіз. Сіз уже мына Аллах тағаланың жаратқанына пайдалы болып тұрсыз. Яғни әр жерде пайдалы болуға тырысыңыз. Және де өзіңізге сұрақ қойыңызшы, мен кіммін? Және де кім болғым келеді? Қазір кімсіз? Болашақта кім болғыңыз келеді? Қандай адам болғыңыз келеді? Прям А4 толтырып жаза берсеңіздер болады. Өзіңізді кім етіп көресіз? 1 жылдан кейін,
5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін прям жазыңыз кәдімгідей, кім етіп көресіз. Оны қазір не надо думать, мә, ол үшін осыншама сумма керек, ол үшін осыншама курс оқу керекпін. Миды напрягать етпейсіздер. Просто кім етіп көресіз. Өзіңізге просто воля беріңізші, өзіңізге просто свобода беріңізші, болды, и жаза беріңіз. И неге жеткім келеді? Осы сұрақты қойыңыз. Сол кезде потенциалыңыз ашылады. Неге жеткім келеді? Қалай пайдалы болғым келеді? Немен пайдалы болғым келеді адамдарға? Осы арқылы түсінесіз. Не істеу керекпін мен? Мысалы, сіз күшті сата алатын болсаңыз, өте күшті сата алатын болсаңыз, онда любой товарды сата аласыз. Просто таңдаңыз, қай товармен айналысқыңыз келеді, қай товар сізді шаршатпайды, қандай сала сізді шаршатпайды, қандай іс сізді шаршатпайды, соны ойланыңыз кәдімгідей. И егер сіздер өзіңіздің жаңағы Аллах тағала патша, ал мен тек құлмын деп құлдық рөлді ұстанатын болсаңыз, сізде үнемі биік самооценка болады, сізде үнемі жолыңыз болады, сізде үнемі түсініп отырсыз, мен әлсізбін. Егер сіз қаншалықты өзіңізді Аллахтың алдында, Аллах, мен әлсізбін, мені жеке дара өз-өзіме қалдырма. Адам ата мен Хауа ананың өте керемет дұғасы бар. Ол бүйтіп айтады екен: Аллах тағала, біз күнә жасап қойдық, оны мойындаймыз, сол үшін сенен кешірім сұраймыз. Енді сен бізді жеке дара өз-өзімізге қалдырма. Себебі егер сен бізді қалдырып кетсең, онда біз өз-өзімізге зиян етушілердің қатарынанбыз. Сондықтан бізді жеке өзімізге дара қалдырма. Өзімізді саған табыстаймыз деп дұға жасайтын болған. Осылай дұға жасаңыздар тоже, Аллах тағала, мен өзімді саған табыстаймын деген сияқты. Үнемі құлдық рөлді. Яғни қаншалықты сақ Аллахқа мұқтаж боласыз, қаншалықты өзіңізді Аллах тағаланың алдында әлсіз сезінесіз, соншалықты Аллахтан сізге көмек көп келетін болады. Сіз ойланбай-ақ, напрягаться етпей, әрекет етпей, сіздің проблемаңыз шешіліп отырады. Яғни бұл душа толықтай Аллахқа сеніп отыр деген сөз. Көп жауапкершілік алып, басқа біреулердің қалауын орындап, өзіңізді ұмытып кетпедіңіз ба? Вот осы сұрақты қойыңызшы, қаншалықты өзіңіздің қалауларыңызды, өзіңізді ысырып қойып, басқалар үшін өмір сүріп жатсыз. Хватит, қыздар, реально. Қашан сіздер өзіңіздің қалауыңызды орындап бастайсыздар, қашан жоқ деп айтып үйренесіздер, сол кезде байи бастайсыздар. Оға дейін байлық болмайды, қыздар. Себебі сіздер өз өміріңізді сүріп атқан жоқсыз. Сіз басқа біреудің өмірін сүріп жүрсіз. Басқа біреуге ұнау үшін басқаша боласыз, өзіңізді ұмыт кетесіз, олай болмайды. Өзіңіз үшін өмір сүре беріңіз. Өзіңіз үшін ең әуелі. Енді өзіңізге сұрақ қойыңызшы, біреудің қалауын орындап атсыз, біреуге қатты көмектесіп атсыз. Өзіңізді не жалко? Ауыр жүк емес па? Қайта-қайта басқа біреу үшін жауапкершілік алу, біреудің қалауын орындау, өзіңізді ысырып қою, каждый раз ақша түседі, бірақ өзіңіздің қалаған айфоныңызды, макбугыңызды алтыныңызды алмайсыз, басқа біреуге алып беріп атсыз, көмектесіп атсыз. Ауыр жүк емес па? Өзіңізді не жалко? Соншама еңбек етіп атсыз, сонша әрекет етіп атсыз, сонша Алладан сұрап атсыз, бірақ өзіңізге жұмсалмай жатыр оның бәрі. Өз-өзіңізге жұмсай алмай жатсыз сонда. Өзіңізді не жалко, қыздар? Вот ойланыңыздаршы, ол үшін не істеуіміз керек? Егер сіз мысалы Аллахтан сұрайсыз, андай өмірді, мындай өмірді сұрайсыз, Аллах тағала беруге дайын да, бірақ өзіңіз қабыл етуге дайын емессіз. Потому что сіз басқа біреудің өмірін сүруге дайынсыз, өзіңізді басқа біреуге арнауға дайынсыз, бірақ өзіңізге емес та. Вот осы жерде біздің ең үлкен қателік. Ары қарай мынадай бір тапсырма. Мен лайықтымын деген тапсырма. Яғни мен лайықтымын дейсі не нәрсеге? Мен лайықтымын Lexus NX айдауға, мен лайықтымын салоннан машина сатып алуға, не нәрсеге? Прям жазыңыз, күн сайын жаза беріңізші осыны. Қайталап көшіріп 90 күн бойы, 100 күн бойы жаза беріңізші. Сол кезде сіздің миыңыз наконец-то сенеді, мен лайықтымын дегенге. И сол нәрсеге жету үшін ми сізге бүкіл идеяны генерировать етіп жасап береді. Екінші тапсырма, қыздар, а мне можно деген тапсырма. Яғни а мне можно деген, а мне можно веселиться деген сияқты, орысша жазамыз. А мне можно, яғни маған болады. Маған күлуге болады, маған жаңағы мороженое жеуге болады, маған iPhone ұстауға болады, маған MacBook сатып алуға болады. Яғни, а мне можно, не болады маған? Осының бәрін тізіп жазыңыз, күн сайын жаза беріңіз, чтобы ми сену үшін. Біздің көп жерде миымыз сенбейді. Миды шектеп тастағанбыз. Неге десеңіздер, қыздар, потому что біздің бүкіл өмірімізбен ата-анамыз управлять етеді. Қанша установкалар ата-анамыз берді. Біз қаншама жыл ата-анамыздың айтқанын істеп келдік. Сол үшін бізге кішкене шығу өте қиын. Өзімізге бір нәрсені лайықтымын деп айту да қиын. Бізге өзімізге бір нәрсені рұқсат етуге де өте қиын негізі, Қараңыз, айнаға қараған кезде біз өзіміздің сыртқы дүниемізді көреді екенбіз, қыздар,
сыртқы дүниемізді көреміз. Қандай әдемі, мына жақта прыщик шығып кетті, сығып алу керек, черный точки, маска жасау керек деп айтамыз. Бірақ қыздар, біз сыртқа шығайықшы бірден, үйден сыртқа шығайықшы, қаншама адамдарды көреміз. Ой, что-то анау не то, ананың мынадай жерін көрдік, қаншама адамдардың минустарын көріп жатырмыз да. И ойламаңыз, что сіз ана адамның минустарын көріп жатсыз, жоқ. Сіз өзіңіздің ішкі дүниеңізді көріп жатсыз. Сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізді көріп жатсыз. Өзіңіз қандайсыз? Көрдіңіз, ол сіздің айнаңыз. Аллах көрсетіп, вот сен тәкаппарсың, вот сен осындайсың, түзе деп жатыр да сізге. Сол үшін қыздар, қазір кеш болмай тұрған кезде өзіңіз түзеңіз. Басқа біреуден жаман қасиет көрдіңіз ба, жаман бір жағын минусын көрдіңіз ба, бірден өзіңіз түзеңіз. Потому что сіздің душаңыз айтып жатыр, сен осындайсың, түзелші деген сияқты. Соны поэтому игнорить етпейміз. Енді қараңыздаршы қыздар, кішкентай кезімізде бізге ешкім айтқан жоқ, өзіңді жақсы көр, өзіңді бағала, сен құндысың, сен бриллиантсың деп ешкім айтқан жоқ. Бізге үнемі ата-анамыз ақша тап, оқы, диплом ал деп сондай только мына әлем бойынша ғана білім береді. Бірақ именно морально жағынан, рухани жағынан бізге ондай толтыра алмайды бізді, өкінішке орай. Ешқашанда ешқандай ата-ана өзіңді жақсы көр, өзіңді жақсы көру деген ол мынадай, өзіңді былай жақсы көре аласың, өзіңді былай бағалай аласың деп бізге ондай инструкцияны бермейді, өкінішке орай. Сондықтан біз өзімізді қаншама жыл таба алмай, нишамыз таба алмай, потеря болып, потеряшечка болып жүретін себебіміз осыдан. Сол үшін әртүрлі психологтардың есігін қағамыз, сол үшін қаншама курстарды оқимыз, кітап оқимыз, қаншама қателесеміз, қаншама менторларға барамыз деген сияқты қаншама жеке сабақ аламыз, өкінішке орай. Бірақ бұл жерде ата-ананы тоже кінәлай алмаймыз. Себебі біздің ата-аналарды ешкім олай үйреткен жоқ. Бірақ біз қазір мынадай дамитын жастар болғандықтан ертең біздің балаларымызда бұндай проблема болмайды, шүкір. Хотя бы осы плюс бар да. Қателіктер қыздар жасау ол нормально. Көбісі қателік жасауға қорқады. Қыздар, егер сіз өте бай миллионер, миллиардер болғыңыз келсе, онда қателік жасап үйреніңіз. Жалпы Аллах тағала мына адамның миына, адамның бойына, адамның табиғатына қателік жасау деген функцияны қойып қойды. Біз қателік жасау арқылы ғана сабақ аламыз. Қателік жасау арқылы ғана бір нәрсенің құндылығын түсінеміз, қадірін түсінеміз. Осы біз түсінбейміз, қыздар. Сол үшін бізге қателік жасау керек. Негізі, егер сіздің миыңыз кішкентай болса, сіз қателік жасамайсыз, сіз перфекционист боласыз. Перфекционист идеально жасағысы келетін адамдардың милары өте кішкентай болады, таяз болады негізі санасы. Ал қателікті көп жасайтын адамның миы өте үлкен, IQ өте биік болады негізінде. Сондықтан қателік көп жасайтын болсаңыз, сіз өте ақылды адамның қатарындасыз деген сөз. Поэтому қателік жасау, қыздар, ол нормально. Мысалы, сіз 2 алып келдіңіз делік, мектепте 2 алып келдіңіз. Сізге ұрыспау керек негізі. Хотя сіз бүйту керексіз. Мына 2-ге рахмет айтасыз. Мына 2 деген бағаға рахмет. Осы 2 деген бағаның арқасында мен қай жерде қателік жіберіп жатқанымды көрсеттім. Қазір осы қателігімді түзеп аламын да, одан кейін ары қарай мен уже қатесіз дұрыс жұмыс істейтін болам деген сияқты. Яғни сіз Аллаға рахмет етіңіз. Аллахтағы рахмет, қазір сен маған менің қателігімді көрсетіп тұрсың. То есть сіз мына уже бастапқы этапта төменде көріп алдыңыз сол қателікті. Ертең жоғарыға шыққан сайын сіз уже қателіксіз жасайсыз бәрін. Круто ғой, круто, Енді қараңыздар, қыздар, душаға тыным бермейтін нәрсе ол обида. Обида. Вот реально. Біреуді ренжіттіңіз, немесе сізді ренжітті, бітті, душаңыз вечно бүйтіп жүреді. Деп, кәдімгідей. Поэтому ол обида, прям жазыңыз, кімге бар? Ата-анаға, тағдырға, Аллахқа, басқаларға, өзіңізге, и прям бәрін кешіруіңіз керек. Тізіп жазасыз. Аллахқа не үшін обидаңыз бар? То-то, осындай ситуация, мынадай ситуация. Мамаңызға не үшін? Папаңызға, тік. Коллегаңызға, подружкаңызға, күйеуіңізге, балаңызға, кімге бар обиданы тізіп жазамыз. И бәрін оқимыз да, Аллах разылығы үшін әрқайсысын кешірдім деген сияқты. Әрқайсысын жібердім. Күн сайын оқыңыз, пока жібермейінше, пока кешірмейінше, күн сайын жазасыз, күн сайын оқисыз. Сол кезде ғана ол кетеді, қыздар. А так обида кетпейді. Сіздер түсіну керек. Сол кезде ғана біздің душамыз дейді, наконец-то дейді, все, мен дайынмын, Аллах тағала, мен тазамын, болды, маған байлықты бере бер, рызықтың есігін аша бер, мен дайынмын деп айтады душа. Сол кезде бізге кәдімгідей күшті мүмкіндіктер келе бастайды. Сол кезде біз Аллахтан чудоларын көре бастаймыз. Сол кезде қаншалықты біздің өміріміз керемет екенін көре бастаймыз. Оған дейін көрмейміз. Поэтому осы обиданы проработка жасау қажет болады, Негізі адам, қыздар, өз-өзіне өте қатты жестокий болып келеді. То есть екі рөлде болады да, жертва плюс палач. Жертва плюс палач дегеніміз, то есть сіз вроде бы өзіңіз, мен сондай байғұс, маған ешкім қарамайды, андай-мындай, дүние деген әділетсіз дейсіз да, қойшы, сен ақ сорлы, вечно жалбыды істей береді екенсің, көрдіңіз ба?
жертва палач боламыз да, олай болмайды қыздар. Өзімізді қатты наказать етеміз. Айтамыз, вот маған ұрсыңызшы, пожалуйста, а то мен слишком жайбарақат болып кеттім. Зачем, қыздар? Зачем өзіңізге қатал қарайсыз? Зачем өзіңізге ұрса бересіз? Не үшін? Неге өзіңізді жақсылықпен бір жақсы жолға келмеске? Неге жақсы жолмен намазға келмеске деген сияқты, Неге осындай сабырлы болып келмеске? Неге обязательно бір нәрсеге сынақпен келу керек? Неге обязательно бір нәрсеге жаңағы ауыр жолды, ауыр бір проблемамен келу керек? Олай болмайды, қыздар. Намазға да күшті болып келуге болады, байлыққа да күліп келуге болады, любой нәрсеге күліп, жақсы настроймен келуге болады. Поэтому өз-өзіңізге палач болмаңыздар, өзіңізге мейірімді болыңыз. Егер де сіз өзіңізге қандай отношение танытасыз, душаңыз содан рахаттанады да, нұрға толып жарқырайды. И сол кезде айналадағылар сіздің сол аураңызды сезініп, сізге сондай отношение жасайтын болады. Қараңыздар, қыздар. Біздің душа Аллаға жақын болған сайын гармонияда өмір сүреді. Кәдімгі Аллахқа тапсыруды үйренеді. Дым өзгермей жүреді да, кәдімгі тыныштықта жүреді. Біздің душамыз даже проблема келіп тұрса да, сынақ келіп тұрса да, спокойно реагировать етеді. Әр нәрсеге дым уайымдамайды, спокойно жүре береді. На все воля Аллаха деп болды. Аллахтағы, значит, солай қалап тұр деген сияқты. Әр нәрсені дұрыс қабылдай біледі. Душамыз қандай сондай амалдар жасаймыз. Яғни сіз қандай сөз сөйлейсіз, сіздің, значит, душаңыз сондай. Сіз қандай амалдар жасайсыз, душаңыз сондай деген сөз. Егер жаман амалдар, жаман әрекеттер жасасаңыз, душаңыз сондай кірлеп бара жатыр деген сөз. Тазалаймыз. Оны зікірмен, Аллахты еске алумен, білім алумен тазартуға болады. Өзімізге көп алғанда, мен айттым, душамыз жыртылады, жылайды кәдімгідей. Аллахқа қарай, Аллахқа қайтқысы келеді кәдімгідей. Негізі біздің душамызды Аллах жаратқандықтан ол өзіне қайтқысы келіп тұрады. Мысалы, сіздің балаңыз бәрібір сізді аңсап тұрады ғой, анасы болғаннан кейін сізді іздеп тұрады. Дәл сол сияқты, қыздар, Аллах тағала бізді жаратқандықтан, біздің жаратушымыз болғандықтан, біз Алланы аңсап, Аллаға қарай барғымыз келіп тұрады екен. Сондықтан душамызға мен айттым, не беру керекпіз? Және де жаңа 2 тапсырма бердім, соны міндетті түрде орындаңыздар. Өзіңізді, пожалуйста, ұрыспаңыз. Өзіңізге қатал болмаңыз. Өзіңізді мақтап тұрыңыз. Өзіңізге кәдімгі мотивация беріп тұрыңыз, Өзіңізді құшақтап, сен молодецсің, жұмысқа барып келдің деп өзіңізге сыйлық алып тұрыңыз. Бұл өте маңызды. Қаншалықты душаңызды жақсы көресіз, қаншалықты душаңызға награда бересіз, қаншалықты душаңыздың қалауын орындап тұрасыз, соншалықты Аллахтан өте көп көмек келе бастайды екен сізге. Сондықтан ең бірінші өзіңізді жақсы көріп үйреніңіз, Просто не обязательно мен бірінші осыны істейін, сосын барып жақсы көрем. Мен бірінші осы жұмыстан повышение алайын, сол үшін жоқ. Просто бар болғаныңыз үшін, аман болғаныңыз үшін, күн сайын таңертең тұрып, үйді жинағаныңыз үшін даже, просто сондай элементарный затты істегеніңіз үшін өзіңізді жақсы көріп үйреніңізші. Вот сол кезде қаншалықты айналаңыз, қоршаған орта өзгеріп жатқанын байқайсыз, иншаллах, қыздар. Сабақ ұнап жатыр деп ойлаймын. Сіздерге тапсырмаларды міндетті түрде орындап, жазып, практикада қолданыңыздар. Сау болыңыздар.